Мұсылман саудагерлер дағуаты. Ең алғашқы мұсылмандар Индонезия, Филиппин сияқты шығыстағы елдерге барып сауда жасап жүргенде, ол жердің халқын қатты таңғалдырған оқиғалар болды. Мысалы, базар аралағандардың бірі келіп сатушыдан жаңа қалады. Сонан соң өрікті де осы кісіден алайын десе, ол кешіріңіз, өрікті менен алмай-ақ анау бір кісіден алыңызшы. Ол бүгіндікке сауда жасаған жоқ. Мен Құдайға шүкір, сауда жасадым ғой. Оның өрігінің сапасы да, бағасы да дәл сондай дейді. Сатып алушы аң-таң болып, айтқан адамның өрігін алады. Сосын, сол кісіден мейіз ала салайын десе, ол басқа адамды нұсқап, анау тұрған адамнан алсаңыз, ол қуанып қалар еді. Себебі оның баласы ауырып жатыр. Оған ақша керек. Сол кісінің саудасын жүргізіңізші деп қиылады. Оларды көрген жұрт таң-тамаша болып, сендер өздерінен бұрын басқаны ойлайтын қандай саудагерсіңдер деп сұрайды. Ал олардың мұсылман екендігін білгенде, олар да мұсылман болғылары келеді. Сөйтіп, өздерінің көркем мінездерімен, әдептіліктерімен, бауырмалдықтарымен адамдарды баураған мұсылмандар бүтіндей бір қауымдардың исламға кірулеріне себеп болған екен.